Баршаңызға сіздермен бүгін осындай қамыр жаюдың барлық жері тегіс болып шығатын, біркелкі болып шығатын қамыр жаюымның тәсілімен бөлісемін достар. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, каналымның дамуына өз үлестеріңіз қоса отырыңыздар. Және де морозильникке қалай сақтау қажет екенін, оны қалай қолдану керек екенін барлығын бөлісетін боламын. Мінекей достар, ең алдымен 200 грамм суымызға 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстіне 1 шай қасық тұзымызды салып, 2 қасық майымызды құйып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей, енді кезекте менде мұнда 600 грамм ұнымның үстіне осы сұйықтықты құйып, жақсылап қамыр илеп алатын боламыз. Достар, қамырларыңыздың июі жақсылап қанған болса, жайылуда өте керемет болып шығады, жып-жылтыр қамыр болып шығатын болады. Сол себепті қамырларымызды қайта-қайта илей отырып, жақсылап илеп аламыз. Осылай столымыздың үстіне қойып алып, қамырымыздың үстіне күш сала отырып илесеңіздер, қамырыңыздың басы біркелкі болып бірігетін болады, және де арасында түйіршік қалмайтын болады. Дәл осылай қолымыздың күшімен соза отырып қамыр илейтін боламыз. Мінекей достар, менде басы біріге бастады қамырымның. Тағы да әлі илеуім қажет. Мінекей, арасында түйіршік қалмауы қажет. Осы қамырымызды пакетімізге салып 20 минутқа қойып қоятын боламыз. Жиырма минут тұндырып, тағы да илеп алатын боламыз. Арасында түйіршік қалмайтындай дәл осылай илей беріңіздер. Келесі бетіне аударып, осылай илеп алыңыздар. Тағы да пакетімізге салып 20 минутқа қойып қоямыз. Мінекей достар, 20 минут тұрған қамырымызды алып, тура ортасынан 2 бөлігімізге бөліп, қамырымызды бірдей қылып тартып аламыз таразымыздың көмегімен. Менде әрқайсысын 502 граммнан болды. Осы қамырларымызды тағы да кішкене илеп, июін қандырып, пакетімізге салып, жарты сағатқа тұндырып қоятын боламыз. Бұл жерде неге көп илейміз, неге көп тұндырамыз? Себебі бұл қамырдың құпиясы осында. Достар, июі жақсы болып қанған қамырдың жайылуы да өте керемет болып шығады. Мінекей, енді кезекте жарты сағат тұрып июі қанған қамырымызды алып, қолымыздың көмегімен дәл осылай еккеп бүктей отырып, қамырымызды жаюға дайындап алатын боламыз. Мінекей, енді оқтауымыздың көмегімен ортасын басып, тағы да екіге бүктеп, оқтауымызбен тағы да жазып аламыз. Дәл осылай жасасаңыздар, достар, қамырларыңыздың шетінің барлығы біркелкі болып шығатын болады. Bir шеті қалың, бір шеті жұқа болып қалмайды. Дәл осылай сағат тілімен айналдыра отырып жаясыздар. Достар, бұл жерде ортасына қатты салмақ салмай, шетін баса отырып жаясыздар. Екінші тағы да құпиям, бұл жерде қамырдың барлығын орап алғаннан кейін барып үстінен басыңыздар. Кейбіреулер бас жағынан бастап үстіне салмақ сала бастайды. Ол кезде әртүрлі болып қалады қамырларыңыз.
қамырды барлығын біркелкі басына дейін орап алғаннан кейін барып салмақ салып жайыңыздар. Сонда қамырларыңыз біркелкі болып жылтырап шыға келетін болады. Арасына ұнды көп сеппеңіздер. Бұл қамырдың июі жақсы қанып, жайылуы ұнды көп қажет етпейді. Жайылуы осындай жып-жылтыр керемет болып шығады. Қараңыздар, жып-жұқа барлық шеті бірдей болып шығады достар. Ендігі кезекте осы қамырымызды қайтадан оқтауымызға орап, мынандай клеенка бар менде. Мен өзім үй жағдайында жасадым бұл клеенканы. Морозильникке овощтар сақтайтын осындай арнайы клеенкамызды алып ортасынан бөліп, 6 клеенкамды бас жағын қырқып, 6 клеенкамды құрастырып алдым скотчтың көмегімен. Енді үй жағдайында жасадым. Әрине, сіздер базардан арнайы клеенка сатып алып жасасаңыздар да болады. Мұнда арнайы морозильникке сақтайтын клеенка болғандықтан достар, қамырды да жақсы сақтайды. Мінекей, осы клеенкамызды жазып, бетіне қамырымызды жайып, қайтадан аздап ұнымызды сеуіп. Дәл осылай менде анық түспей қалыпты. Осылай өздеріңізге ыңғайлап орап аласыздар. Мен өзіме дәл осылай орап алдым. Мінекей достар, ендігіде келесі бетіне жапсырып, екі бетіне қаратып оратамыз. Достар, мен каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Сіздермен алдағы уақытта өте керемет дәмді рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Мұнда Instagram парақшамда бар, тіркеле кетіңіздер. Мінекей достар, өзіме ыңғайлап дәл осылай орап алдым. Қараңыздар, қандай керемет, морозильникке сақтауға да ыңғайлы. Асты осындай тегіс ыдысқа сақтасаңыздар, қамырларыңыз біркелкі тегіс болып, әдемі болып сақталады. Міне достар, мұнда менде алдыңғы сақтаған қамырларым өте керемет болып шықты. Қолданар алдында жарты сағат бұрын морозильниктен шығарып қойсаңыздар, қамырларыңыз сол қалпын сақтап, свежий болып шығатын болады. Бұны мантыға да, пельменге де барлығына қолдануға болады достар. Менің арнама тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Сау болыңыз.